Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдіктер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты электролиттер ерітінділеріндегі иондық тепе-теңдіктер туралы түсінік қалыптастыру, электролиттік тепе-теңдік дәрежесі және оның белгіленуі туралы мағлұмат беру, күшті және әлсіз электролиттердің айырмашылығын дәлелдеу. Бүгінгі сабағымызда күтілетін нәтиже: білім алушылар тақырыппен жұмыс істеу тәсілдерін еркін пайдаланады, химиялық тепе-теңдік пен қайтымды реакция теңдеулерін жаза алады және тапсырмаларды қатесіз орындайды. Яғни біз бүгінгі сабақта электролиттер жайлы сөз қозғаймыз. Электролиттер дегеніміз грек тілінен аударғанда еру немесе ыдырау деген мағынаны білдіреді. Бұл еріген немесе балқыған күйде электр тоғын өткізетін заттар. Электролиттерге қышқыл, негіз, тұздың судағы ерітінділер жатады. Бұлар да электр тоғы иондар арқылы тасымалданады. Электролиттер ерітінділерінен тоқ өткенде электродтарда тотығы тоғысқаны процестері электролиз жүзеге асады. Яғни электролиз Фарадей заңдарына сәйкес жүреді. Ол таза металдар, хлор, күшті сілтілер алуда кеңінен қолданылады. Мысалы, электролиттерге біз айттық қышқыл, негіз, тұз жатады дедік. Яғни қышқыл дегеніміз ол сутек катионымен қышқыл қалдығы анионына ыдырайтын заттар. Ал негіздер дегеніміз металл атомымен OH, яғни гидроксид анионына ыдырайтын заттар. Ал тұз дегеніміз металл катионымен қышқыл қалдығы анионына ыдырайтын заттар. Электролиттер иондық және коваленттік полюсті байланыстары бар заттар. Кристалдық торы иондық, яғни оларға сілтілер, тұздар, қышқылдар. Электролиттердің судағы ерітінділерінің қасиеттері 1887 жылы Сванте Аренус ашқан, яғни ұсынған. Ол электролиттік ыдырау процесі, яғни электролиттік диссоциация теориясын ұсынған ғалым. Бұл еңбегі үшін 1903 жылы Нобель сыйлығына ие болған. Электролиттік ыдыраудың мәні электролиттік молекула су молекуласының әсерінен зарядталған бөлшектер иондарға ыдырайды. Яғни ыдырау процесі диссоциациялану, ал бірігу процесі ассоциациялану. Химиялық тепе-теңдік бірдей жағдайда қарама-қарсы бағытта жүретін реакциялар қайтымды реакциялар. Мысалы, мынадай теңдеуді қарастырамыз. Феррум үш отыр плюс 4H2 тең 3 феррум қосылып 4H2. Солдан оңға қарай жазылған реакцияда, яғни қайтымды реакция біз көріп тұрмыз. Екінші реакция N2 қосылған 3H2 тең 2 NH3. Яғни 1 көлем азот, 3 көлем сутек, өнімі 2 көлем. Яғни 4 көлем реагент болса, өнім 2 көлем. Тепе-теңдікке әсер етуші фактор ол қысым болып табылады. Тепе-теңдікке әсер етуші фактор концентрация. Концентрация С әрпімен белгіленеді. N2 қосу 3H2 тең 2 NH3 плюс, яғни температура. Лейшатлер принципі. Химиялық тепе-теңдікте тұрған жүйе күйіне сыртқы факторлардың біреуінен, яғни оның біреуі қысым болуы мүмкін, температура немесе концентрация. Тепе-тең сол факторны әсер ету бағытына қарай асады. Яғни төмен, әлсіз бағытына қарай асады тепе-теңдік. Электролиттік ыдырау теориясы. Электролиттер ерітінділері немесе балқымалары электр тоғын өткізетін заттар. Оларға айттық қышқыл, негіз, тұздар жатады. Электролит еместер немесе бейэлектролиттер ерітінділері немесе балқымалары электр тоғын өткізбейтін заттар. Оларға оксидтер, органикалық қосылыстар жатады. Яғни бұл теорияны ұсынған ғалым 1887 жылы Сванте Аренус. Яғни ыдырау теориясы немесе диссоциациялану теориясы деп аталынады. Келесі электролиттер ерітінділері көрінетін дәрежеде электр тоғын өткізетін ерітінділерді электролит ерітінділер деп атайды. Ал суда немесе басқа еріткіштерді еріткенде электр өткізгіш ерітінділерін түзетін заттар электролиттер деп аталады. Электролиттер
катод және анодтан тұрады. Катод ол теріс заряд болса, анод оң заряд. Электролиттік цессация электролиттердің суда еріген немесе балқығанда аниондар мен катиондарға ыдырау процесі. Яғни анион ол теріс заряд болса, катион оң заряд. Келесі. Электролиттердегі электротоғы дегеніміз оң және теріс иондардың қарама-қарсы бағыттағы реттелген қозғалысы. Яғни бұл жерде купрум хлор-2-ні қарастырып тұр. Купрум хлор-2-ні ыдыратсақ, купрумның плюс ионы мен хлордың минус ионын қарастырамыз. Күшті электролиттік ерітінділерде түгелдей ионға ыдырайды. Барлық тұздар, көптеген органикалық немесе бейорганикалық қышқылдар мен негіздер күшті электролиттерге жатады. Мысалы, күшті қышқылдар мен негіздер бірден иондарға ыдырайды. Сатылап диссоциацияланбайды, яғни сатылап ыдырамайды, бірден ыдырап кетеді. Мысалы, HNO3 тең H плюс ионы мен NO3 минус ионы ыдырайды. Электролиттер қышқылдар, негіздер, тұздар деп айттық. Енді сол қышқылдар мен негіздер және тұздарға анықтама беріп кетсек. Қышқылдар сутегі катиондарына және қышқыл қалдығы аниондарына ыдырайтын электролиттер. Негіздер металл катиондарына және гидроксид анионына ыдырайтын электролиттер. Тұздар металл катиондары мен қышқыл қалдығы аниондарына ыдырайтын электролиттер. Мысалы, қышқылға H2SO4 ерітіндісін алсақ, H2SO4 тең 2H плюс ионы мен SO4 минус ионын аламыз. Күшті және әлсіз электролиттер. Күшті электролиттер ерітінділердің немесе балқымалары иондарға толық ыдырайтын электролиттер. Ал әлсіз электролиттер ерітінділердің немесе балқымалары иондарға нашар ыдырайтын электролиттер. Күшті электролиттерге мысалы күшті қышқылдар және сілтілер. Сілтілер деп отқанымыз бірінші топтағы металдардың гидроксидтері. Оң иондар катодқа, теріс иондар анодқа қарай қозғалады. Иондардың бағытталған қозғалысы, яғни пайда болғаны катод пен анодта, яғни электролитте катод және анод тербеліп тебісіп тұрады, бір-біріне қарама-қарсы. Электролиз электролиттердің бір-бірімен әрекеттесуі. Жүйедегі тепе-теңдіктің ығысуына температура әсерін демонстрациялау моделі. Яғни біз NH3-тің пайда болу және де оған температураның әсерін мына слайдтан көріп тұрмыз. Яғни бірінші слайд пен үшінші слайды қарасақ, суретті қарасақ, яғни температура артып тұр. А және Б катион және анион бөлініп тұр. Бізде А ол ерітінді немесе балқыма, яғни күшті электролит болады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта қайтымды процесс. Ал әлсіз электролиттер олар иондарға нашар ыдырайды. Электрондарын беретін бөлшек оң ионға айналады, катион. Электрондарын беретін бөлшек теріс ионға, яғни анионға айналады. Мысалы, натрий плюс ионы, яғни ионнан атомға айналады. Иондық байланыс, ол иондар арасында түзілетін химиялық байланыс. Мысалы, ион ол электрон беру немесе қабылдау. Мысалы, натрий хлорды қарастырсақ, натрий плюс хлор тең натрий хлор. Натрий бос болғандықтан ол 0-ге тең болды, хлор бос болғандықтан 0-ге тең болды. Тең, яғни натрий хлор бізде қосылыс пайда болды. Натрийдің зарядын жазамыз плюс 1, хлордың зарядын жазамыз плюс минус 1. Жаңа сабақты бекіту кезеңі, яғни сұрақтарға жауап береміз. Электролиттер дегеніміз не? Электролиттер неше тоққа келеді және оларды атаңдар. Күшті электролиттер дегеніміз не? Мысалдар келтіріңдер. Орташа